Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге WordWall платформасымен танысып, интерактивті тапсырма жасауды үйренеміз. Ал кеттік. WordWall платформасы бұл мұғалімдерге арналған қағаздағы, кітаптағы тапсырмаларды интерактивті түрде ноутбукпен немесе телефон арқылы орындауға мүмкіндік беретін өте қарапайым платформа болып табылады. Бұл платформа арқылы тапсырмаларды жасау өте оңай, себебі дайын шаблондар берілген. Сол шаблондар бойынша тапсырмаларыңызды қойып, 5-10 минутта өзіңіздің тапсырмаңызды дайындай аласыз. Мысалы, сәйкестендіру, анығын тап, парасын тап, және викториналар, кроссвордтар, диаграммалар, случайный колесо арқылы мысалға поле чудес ойынын ойната аласыз оқушыларға. Платформада тапсырмаларды жасау үшін әрине бізге регистрациядан өтуіміз керек. Ол үшін жоғарыдағы зарегистроваться дегенді басып, өзіміздің данныйларымызды жазамыз. Егер сізде Google аккаунт болатын болса, Google аккаунтты сразу басу арқылы кіре берсеңіз болады, немесе почтаңызды жазып, пароліңізді жазып, осылай кірсеңіз болады. Мына жерге почтаңызды жазасыз, яғни электронный почтаңыздың толығын қатесіз етіп жазуыңыз керек болады. Астына пароль дегенге өзіңіз ойдан шығарған бір парольді жазасыз. Яғни 8-6 цифрдан көп болу керек. Мына жерге қайталайсыз соны. Енді астына страна деген жерге өзіміздің елімізді таңдаймыз. Қазақстан дегенді басып, мына жерге я принимаю деген жерге галочканы қоямыз, және астындағы көкті басып регистрдан өтеміз. Тіркеліп болғаннан кейін создать занятие деген жерді басу арқылы біз өзіміздің интерактивті тапсырмаларымызды жасай аламыз. Қазір сіздермен бірге викторина ойынын жасайтын боламыз. Ол үшін викторина деген жерге кіреміз. Мына жерде заголовокқа сіз өзіңіздің тақырыбыңызды жазсаңыз болады. Вопрос деген жерге сурет қойсаңыз болады, немесе мәтін жазсаңыз да болады. Біз сурет таңдаймыз. Мысалға, транспортқа байланысты мына жерге жазамыз. Кез келген суреттің соңына, мысалы, картун дегенде жазатын болсаңыз, сізге мультипликационный түрін шығарып береді. Сол балаларға қызығырақ болады деген ойдамын, біз мысалы мынаны таңдаймыз. Енді осы жерге жазамыз, яғни police car, немесе амбуланс, немесе plane деген сияқты бала осы транспорттың атауын табу қажет болады. Викторинаңызды жалғастырып, добавить вопрос деп, басқа да сұрақтарды қоса береміз. Және дұрыс жауаптардың үстіне галочка қоюды ұмытпаңыз. Мінеке ойынымыз осылай басталады. Начать дегенді басамыз. Сол кезде осындай әдемі болып ойынымыз шығады. Бұны сіз ноутбукқа немесе телефон арқылы балаларға орындатқыза аласыз, және егер интерактивті тақтаңыз болатын болса, тіпті оған керемет болады. Осы жерде мысалы ойындарды осылай суретіне қарай жауабын белгілейтін болады. Далее дегенді басып жалғастырамыз. Егер дұрыс жауап берілмейтін болса, мысалға қазір көрсететін боламын. Қасына дұрыс жауабы беріледі. Осылай X болып, сосын дұрыс жауабы берілетін болады. Осы тапсырманың астына түсетін болсаңыз, сіз өзіңіз осы тапсырманың уақытын, қанша жауапқа берілетін кезде қандай балл қойылатынын, және қанша жыл осы тапсырма тұру керек, соның барлығын өз қолыңызбен настроить ете аласыз.
Енді сіздермен бірге келесі интерактивті тапсырмамызды жасаймыз. Бұл тапсырма балаларға өте қатты ұнайды. Егер интерактивті тақтада ойнататын болсаңыз, тіпті керемет болады. Бұл тапсырмамыз бізде жемістерге арналған болады. Мына жерге тақырыбын жазып қоямыз. Вопросы деген жерге сурет қойсаңыз да болады. Біз жазу жазсаңыз да болады. Біз жазу жазамыз. Watermelon'да табу керек. Балалар осы жерден суреттерін таңдайсыз. Жаңа айтқанымдай картун деп іздейтін болсаңыз, сізге осындай мультипликационный түрін жасап береді, тауып береді. Мінекей біз 4 жеміс түрін таңдадық. Енді осының ішінде біз қарбыздың тұсына галочка қойып қоюымыз қажет еді. Енді выполнение дегенді басамыз, сонымен біздің тапсырмамыз дайын болады. Мінекей біздің тапсырмамыз дайын. Начать дегенді басып, тапсырмамызды ашатын боламыз. Мінекей watermelon деп шықты. Бала соны оқып, мынау қызылды солған қарай алып бару керек. Бірақ мынау көк думалақтарға желініп қалмасы керек болады. Мінекей аз қалды. Мінекей біз жеттік мәремізге. Бұл ойын балаларға өте қатты ұнайды, әсіресе телефон арқылы жасаған кезде. Сонымен қатар бұл жерде сөздік қорын дамытатын болады. Суреттер арқылы көріп үйренетін болады. WordWall платформасы мұғалімдерге қолдануға өте ыңғайлы платформалардың бірі болып табылады. Біз мына жерден өзіңіздің данныйларыңызды көруіңізге болады. Және мой занятие деген жерден жаңағы бұрын жасаған тапсырмаларыңыз осы жерде сақтаулы болып тұрады. Мына жерде мысалы тапсырмаларыңызды қайтадан өңдеуіңізге болады, поделите етіп бөлісуіңізге болады, дублировать етіп көбейтіп алуыңызға да болады, және удалить етіп өшіріп алуыңызға да болады. Өзіңіздің тапсырмаларыңызбен қатар басқа да мұғалімдердің тапсырмаларын қолдансаңыз болады бұл жерде. Мысалға мына бір ағылшын тілінен Classroom деген тапсырманы ашып көрейік. Бұл жерден бұл сөздік қорын дамытуға арналған тапсырма екен. Яғни карталарды ашу арқылы балалар картадағы суретті атын атау керек. Сонымен қатар бұл платформада қазақ тілінде жасалған тапсырмаларда өте көп. Мысалға бір ашып көретін болсақ, мақта қыз бен мысық тапсырмасын алдын жасаған екен. Осы тапсырманы да сіз оқушыларыңызға қолдансаңыз болады, немесе балаларыңызға үй ішінде қолдансаңыз болады. Мінекей мына тапсырмада сәйкестендіріп суреттерді орнына қою керек болады. Жапырақ дегенге мына жапырақты алып барады. Сиыр дегенге төбедегі сиырдың суретін алып келуі қажет. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге алғысымды білдіремін. Мені қолдап, комментарий және лайк басып отырсаңыздар өте қуанышты боламын. Видеоны осы жерге дейін көргеніңіз үшін сіздерге сюрприз дайындап қойдым. Видеоның описание бөлімінде астында 111 деген кодпен осы әдемі презентациялар жинағы тұр. Соны скачать етіп алсаңыз